Қайырлы күн. Бүгін Каспий эндемигі, яғни Каспий итбалығы туралы айтатын боламыз. Бұл сирек кездесетін, әрі қазіргі таңда қорғауды қажет ететін сүтқоректі. Каспий итбалығы әлемдегі ең кіші итбалық түрі болып табылады. Бұл жануар тек Каспий теңізінде ғана өмір сүреді, яғни эндемик түрі болып саналады. Басқа ешбір теңізде немесе мұхитта кездеспейді. Каспий итбалығының дене тұрқы шағын, ұзындығы 1-1,5 метр, салмағы шамамен 60-70 келі болады. Әдетте майда балықтармен қоректенеді. Олар жылдың суық мезгілінде мұз үстінде ұйықтайды. Мұз айдында жүзіп, тіпті демалуға арналған арнайы мұз ойықтарын жасайды. Ұрпағын мұз үстінде немесе аралдарда дүниеге әкеледі. Жаңа туған балаларын ақ үрпек деп атайды. Себебі олар туған кезде терісі ақ әрі үрпиіп тұрады. Ал есейе келе терісі сұр түске өзгереді. Өткен ғасырда Каспий маңындағы халықтар итбалықтың майы мен терісі үшін көп аулаған. Май өкпе ауруларын емдеуге пайдаланылса, ал терісі киім-кешек тіккен. Алайда, шектен тыс аулау және теңіз ортасының өзгеруі бұл жануарлардың санын азайтып жіберді. Бүгінде Каспий итбалығы Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген және қорғауға алынған. Каспий итбалығы бұл Каспий экожүйесінің ажырамас бір бөлігі. Оны қорғау табиғатқа деген құрметіміздің көрінісі.